қолдан келгенше қысқа нұсқа айтуға тырысамыз, иә, әдемілеп нағыз майын айтуға, қаймағын ғана айтуға тырысамыз. Ең бірінші өзімен таныстырып өтейін. Майра Болатбекқызы, осы Астанада 7 жылдан бері Астанада келемін. Өзім Қызылорданың тумасымын. Шынымен осы Инстаграм әлеміне де, логопедия әлеміне келген кезде де осы мен үшінші жоғарғы білімім шындығында. Ең бірінші жоғарғы білімім менің журналист международник. Кәдімгідей телевидениеде, дикторда болып, журналист, репортер ретінде де жұмыс жасадым. Одан кейін педагог-психолог. Екінші қызыма аяғым ауыр кезде сыртта оқып алдым да, педагог-психолог мен журналист болып, кәдімгідей журналистта ноги кормят дейді да, енді өткен жүресің, іздейсің, ол кезде деген социальный сеть жоқ. Одан кейін енді педагог-психолог оқып алдым. Енді баласы бар адамға лучше психолог болған жақсы, сәл ау деп сөйлесең болды деп сөйтсек, ол психолог деген кәдімгідей бір балаға 10 бет психологический портрет толтыруым керек екен. Мен кәдімгідей отыр, оның анализі бар. Бірінші класс, екінші класс, төртінші класс, менікі 1 мен 4 тұғын. Олардың баланың класы көп, саны көп. Оның анализ әрқайсысын отыр, ой ба, қой, мынау не болып кетті деп. Кейін Сарыөзекте Кербұлақ ауданы сол жақта жүрген кезде, Алматы жақта дефектологқа оқуға жіберді, Алматыға. Центр Рикка әлде де бар, сол жақта өзім профессор Сания Шунаевадан оқығанмын. Содан одан кейін ары қарай өз білімімді жетілдіріп, өзімде дамыдым. Шынымен өзімде бір орында өкіметте жұмыс жасауға қатып қалған адам емеспін. Әр кез өзіме ғана жұмыс жасауға, бір баланы алдым ба, қадалған жерден қан алып, прям шығармай, сондай қасиетім үшін прям қанша нәтижені шығарып келе жатырмын. Сіздерге де соны тілеймін шынымен. Өйткені қазір көріп тұрсыздар, иә, екінің бірі дұрыс, кәдімгідей бір семьяда 3-4 бала болса, жоқ, кем дегенде біреуі, кем дегенде екеуінде тілдік проблема болуы мүмкін, танымдық проблема болуы мүмкін, есе сақтаудан проблема болуы мүмкін, жазудан проблема болуы мүмкін. Көріп тұрсыздар ма? Оның барлығы высший психический функция болғаннан кейін, біз астының бәрі толмағаннан кейін, иә, пирамиданың асты толмағаннан кейін осындай қиыншылықтарға тап келеміз. Ал енді келесі дейміз, бас отсаңыз көрдіңіз, иә? Тілдік тежелуді сұрыптау, ЗРР сұрыптаймыз бірінші, иә? Вообще ол не ЗРР деген, иә? Сұрыптаған кезде біз бұны былайша, бұл классификация логопедтерге қатысы жоқ. Бірақ мен сіздер білсін деп айтып тұрмын. Мына слайдтың бәрі чаттарыңызға жібереттім, ешқандай суретке түсіріп жасамай қойсаңыздар болады, иә? Барлығы жіберіледі, иә? Жүйелі, яғни жүйелі, системный ғой. Системный, оның ішіне и ЗПР жатады, оның ішіне и ЗРР жатады, оның ішіне ЗПР жатады, жүйелі. Яғни баланың танымдық жағы да, сөйлеу жағы да барлығы да қалады. Сосын жалпы ЗРР, қазір мен айтатын жалпы ЗРР, ол тек танымдық интеллект нормотипичный, бірақ тек сөйлемейді, иә, сөйлемейді. Сосын ерекше, яғни ол гидроцефалиямен, микроцефалиямен, басқа да әртүрлі аурулармен туылғаннан кейін асфиксия, басқа да диагнозы бар, қосымша диагнозы бар бала болғаннан кейін ол уже ерекше специальное расстройство развития речи. СРР деп айтамыз оны. Оны бізде қазақшаға оны жаңағы СТТ сияқты оны аудара алмайды екенбіз. Келесі тілдік дамудың нормасы. Бұрынғы өзіміздің Совет өкіметінде оқытқан бойынша, бір жаста 10 сөз айтуымыз керек, 2 жаста 200 сөз. Ондай қайда қазір деген? бір жаста бір сөз мама папасына айтса, рахмет айтамыз, о Құдайға шүкір дейміз, 2 жаста 10-15 мама су ішем деп айтса, су бер десе де оған да рахмет айтатын болдық. 200 деген бізге заоблачный болып кетті. 3 жаста, мұнандай 3 жасқа қарағанда 800 сөз деген, оның өз біліп тұрсыздар, 800 сөз сөйлейтін сіздердің алдарыңызға келе ма бала? Келмейді, дұрыс айтасыздар. Сол үшін біз қазір күнде, күндіз түнінде ізденуді тоқтатпай, жұмысты да тоқтатпай жасап жүргеніміз де осы. Бірақ қанша жерден осы 15-20 жылғы бұрынғы норма осындай болғанмен, бәрібір осы норманың жартысына келтіруіміз керек. Совет үкімет кезіндегі, мысалы 20 жыл бұрынғы, ол кездегі тамақ, ол кездегі ауа райының ахуалы, экологияның, ол кездегі біздің адамдардың қарым-қатынасы, ата-анасына бір-біріне қарап, үйдегі
пальчиковый игра ойнап, иә түнде отырып иә көлеңке ойын ойнау, бір-бірімен жылу қарым қатынас, одан бөлек не естиді, иә до деген сияқты буба естіп отырған жоқ. Көріп тұрсыз ба? Содан бері хотя бы жартысына келтіруіміз керек. Ары қарай уже өздері алып кетеді. Иә. Енді 3 жастан ары қарай ол кезге дейін сосын осы кезден кейін балалардың түсінуі жоғарырақ болады, чем сөйлеулері. Одан кейін уже дыбыстар келе бастайды, уже ш, ж, ч дыбыстары соңғы л, р дыбыстары уже 6-7-ге дейін пісіп жетілуі керек. Болды. Өзінің нормасымен сәйкес. Барлық онтогенезге ғана қараймыз. Онтогенез деген білесіздер, иә? Онтогенез деген баланың қандай дыбысы бірінші шығады? А деп жылаватқанда асы шығады екен, иә? Г шығады, агу шығады екен, г мен у шығады екен, иә? Агу. Сосын пап. Еріндік дыбыстар шығады екен, иә? П, б-лар шығады, иә? Б. Міне қараңыздар, екі бұлдырлаған балалар. Әй бар уже. Естіп тұрсыздар, иә? Уже нормаға сәйкес келе жатыр. Егер ол балада әй агусы жоқ болса, уже келесінің, міне енді қараңыздар. Осы сөйлеу тілінің тежелуінің, яғни СТТ-ның, ЗРР-дің тежелуінің, мен қазір тек ЗР, жалпы ЗР ғана айтып тұрмын, иә? Қандай себептері бар? Екі түрлі себептері бар. Біреуі табиғи, біреуі әлеуметтік. Табиғиға, яғни перинатальдық кез. Перинатальдық кезді мен не үшін айтам? Яғни іште жатқан 9 ай, 9 жылға сіздерге жұмыс болады, егер дұрыс 9 айды дұрыс жұмыс жасамаса. 2014 жылы мен коррекционный мектепте осы жақта жұмыс жасадым. Анасы 7-ші қызына екіқабат тұғын, аяқ ауыр тұғын. Осы қыстың күні алма сатады базарда. Астына кардон ғана қояды, кардон үстіне тұрады. Енді анау қысыз өтіп кетпесін деп етік бәрін киеді ғой. Бәрібір 9 ай бойы ана бала дұрыс ұйықтамаған анасы, азанмен барып алма сатады, басқа қылады, аяқтан сыз өтеді. Ол қыз уже 9-да. Енді атын айтуға мен немей право, конечно. Сол үшін ол қыз түйме таға алмайды, айтып атқан түсінбейді. Көріп тұрсыздар, ол біліп тұр, ол ата-анасы, басқалардың бәрі сап-сау. Сол айтады, мен қалған 6 баланы асыраймын деп, азаннан кешке шейін алма сатып тұрдым. 9 айлық іштегі дұрыс емес кезең 9 жылға азық жұмыс болып тұр оған. Асфиксия, гипоксия, инфекциялар, сосын сәби шағындағы бас жарақаты, гипотрофия, нейроинфекциялар, тұмау, кәдімгідей құлақтың естімеуі, отит, аденит, құлақтың қабынуы, тұқым қуалау, біліп тұрсыздар, ол тұқым қуалау бар. Осылардың бәрі табиғи түрі. Бұл табиғи түрі қанша жерден егер Құдай өз бермесе, біз 1000 жерден сіз өлтір ана жерде деген азаннан кешке жұмыс жасасаң да шығара алмайсың. Кейбір кездер болады. Құрдай жоралап кетсең де. Ал енді әлеуметтік сөйлеуді қажетсінбеу, яғни үйде молчундар отырады, үйде бір-бірімен сөйлеспейтін семья бар ғой мысалға. В общем, арасында бір сөйлейді, болды. Үйде көбісі сөйлеспейді. Біз сияқты сайрап қалғандар емес. Одан бөлек кәдімгідей, су. Мынау келіп па, печенье жейсің ба? Болды. Ол балаға сөйлеткіздірмейді, жейміз ба, давай бірге деген сияқты іштен айтпайды. Уже бір көзін қарады ма, алып бере салады. Жасады ма, саусағын көрсетті ма, бола салады. Вот это все. Біріншісі не деп айтады? Сөйлеудің, баланың сөйлеуін. Зачем мне что-то говорить? Когда кто-то мен алдында жүріп уже құрда жорғалап. Дұрыс па? Келесі. Психологиялық. Яғни психологиялық қане? Балаға ешкім көңіл бөлмейді. Мысалға бәрі, шынымен заман сондай болып кетті, өтірік емес. Былайынша барлығымыз деп айтамыз. Сіздің жұмысыңыз бірінші орында тұрады. Бала-шағамызды асырау, киім кигізу, нанын беру, уақытылы проблемканы басқасына. Мен де мысалы қызымды мен қазір оқытпаймын, мектепке жіберем, мектептен кейін проблемкаға жіберем. Проблемкада апайы күшті оқытып береді да, барады да, қызым ертесіне алып 2 бес алып келеді. Лайк, қандай? Сол сияқты өздеріңіздер, азынан кешке прям балама уақыт бөліп атырмын деп айтыңызшы. Мынандай ғана. Сосын балаға сөз айтқызбастан бірде оның ыңдағанын жасай салу, онда жаңағы сөйлеспейді. Госпитализмда жатады. Госпитализм деген енді көптеген
әртүрлі мысалы онкология басқа аурулар немесе көп инфекциялық аурулар болады, я больницадан больницаға жарап, одан шығып қайттан болады. Мысалы қазір көбісінде жүректен тесіктер болып жатыр. Солардың өзінде мысалы больницада қазір тем более карантинде ешкіммен сөйлеспейді бала. Сосын міне ол да педагогикалық запущенность деп айтады. Ары қарай үшіншісі психологиялық травмалар. Енді ол травма любой жерде болуы мүмкін, даже іште жатқанда болуы мүмкін, сыртқа шыққаннан кейін де болуы мүмкін, басқадан қорқуы мүмкін, қараңғыдан қорқуы мүмкін. Бұлардың барлығы қазір даже телефоннан жаңағы қорқынышты нәрсе көре бергеннен кейін де қорқуы мүмкін. Келісеміз ба? Келісеміз, иә? Одан кейін тәрбиенің жоқтығы. Үйде гиперопека, я ой, бір штук бала ғана, и все айтқаны ақ, қара дегені қара, сен адам емессің, сен, короче, соның алда, я мұғалімі үйіне келеді, оқытады, ол хан, сен чам дейді, басқа дейді. Я сіздің сабағыңыз сабақ емес, барып тек соны обслуживать етумен ақ кетіп қалады. Сол үшін шынымен бар ма ондай? Жоқ па? Бар. Я осының бәрі дұрыс сөйлеу, тап-таза сөйлейді деп дұрыс па сол бала? Дұрыс сөйлемейді ғой яғни, иә? Сосын билингвизм, трилингвизм деген бар, иә? Басқа елде маған, мысалға Жапонияда тұратын қазақтар, Түркияда тұратын қазақтар хабарласады, иә? Онлайн мастер-класстарымды алатын кезде сөйтіп айтады. Бізде мысалы билингвизм, трилингвизммен қатты қиналып жатырмын. Мына жақтың бәрі түркше сөйлейді, біз қазақша сөйлейміз. Өйткені Қазақстаннан келгенбіз, или тағы басқаша ағылшынша сөйлейді деген сияқты. Тем более қазір Қазақстанның өзінде билингвизмдер көбейген. Неге? Өйткені үйде барлығымыз, осы қазақ тілді ортада отырмыз, давайте на чистоту будем говорить, мысалға шындығында үйде қазақша сөйлейді, балаларыңыз ең кішкентай соңғы балаларыңыз айтады, орысша сөйлейді мына балам деп. Мүдірмей, таза, жұрнақ жалғауына шейін прям күшті сөйлейді деп айтады. Онда көп ауылдық жердегі, мысалы Қызылорданың ауылында тұратын бала, ол жақта бірде-бір орыс та жоқ. Бар ма ондай? Я кім тәрбиелеп жатқан? YouTube тәрбиелеп жатқан, я, вот, YouTube тәрбиелеп жатыр оны, шынымен. Ал енді оны қалай тәрбиелейді қараңыздар. Я, біз бірден кейін айтшы, я, есек келі тағы бірден кейін айтшы, я, ешкі деп айтшы деген, ол балаға уже құлағына жағымсыз естіледі да, сосын айтшы дегенде речевой негативизм келе бастайды. Ал YouTube 1, 2, 3, 4 айтады, қайттан келеді, синий трактор сияқты миыңызды айналып, синий трактор болып кетесіздер өзіңіз соңында. Қай жерде көрсе де синий трактор көріп, дұрыс па? Иә, келесі. Енді баланы маманға көрсету уақыты. Қай кезде біз көрсетеміз? Қараңыздар, осы сұрақ прям жаттап алсаңыздар болады. Я, мен 2 жаста апарсам бола ма, на кезде апарсам бола ма деген бар. Қайсының не? Прям осыған қараймыз да, бұл слайд беріледі. Прям осыған қараймыз да, дәл осы бойынша маманға жібереміз. Қараңыздар, неге? Өйткені 4 айда бала гүлдемесе, Дана ханым нешеде балаңыз? 3 айда. 4 айда бала гүлдемесе, бала үлкендердің айтқанына мән бермесе, эмоция танытпаса, кімге қаратамыз? Невропатологқа қаратамыз, педиатрға қаратамыз, иә? Өзіміз кәдімгідей алдына шылдырлатып, қолдан келгенше не бар, бәрін жасата береміз. Сосын қолдан келгенше эмоцияны сол кезден бастап шығарып аламыз. Бұл 4 ай сонда. 1 жас, 2 жас емес, қыздар, 1 жас, 2 жаста логопедке или невропатологқа апарайын ба деген аумен уже айын емес, өтіп кеттік біз мұндай уақыттан бастап. Иә, келесі 9 айда. Айманхан нешеде? 9 ай, видите? 9 айда бұлдырлау жоқ болса, буындарды қайталау, мысалы, ау бар. Бұлдырлау бірден ке бар. Көрдіңіз ба? Көрсетпейміз. Ал если бұл 9 айда жоқ болса, уже екінші рет апару керек. Көрдіңіз, қазір 2 айға жетем дейміз, 2 жасқа жетем дейміз, көрдіңіз, қаншама? 5 рет көрсетуіміз керек оған дейін. Ал енді 9 айда жаңағыдай дыбыс шығарды, ал 1 жарым жасында шығармай болса. Ол кезде, дұрыс, ондай бар. Мысалға қаншама укол алғаннан кейін, немесе қатты температура кетіп, 38-40-қа шейін көтеріліп, мысалы аттап кетіп қалған кездер болады. 1 жас, 2 жас, 3 айға дейін күшті дамып келеді, регресс кетіп қалған кездер болды ма? Болады ғой. Ол кезде міндетті түрде уже полностью анализ жасап бастау керек қайттан. Түсіру керек болады. Мүмкін волналар өзгеріп кеткен шығар,
бір жас, ровно бір жаста. Бала бір жаста өздеріңіз ең тәтті кезі біліп тұрсыздар, иә? Күлмеуі, оған айтылған кезде реакция жасамауы, уже үшінші рет. Бұл жерде уже невропатолог қоспайды. Кім қосылады? Психолог қосылады сосын. Көрдіңіз ба? Уже үшінші рет апаруымыз керек болады. Енді 18 ай деген бір жарым жас, дұрыс па? Я, бір жарым жаста сыртқа қарап назар аудармау. Мысалы, мынау не деп шылдырлатқан кезде, мынау не деген, хотя айтпаса да, хотя қарау керек, міне. Не дейді оны? Көру-гнозисі дейді. Дұрыс па? Аха, өзінің атына қарамау. Бір жарым жаста жақындардың атын елемеу. Одан бөлек сөздік қоры өте аз немесе мүлдем жоқ. Тіпті оңай сөздерді айта алмайтын болса, уже бір жас 6 айда мамаға көрсете бастайды. Сіз маман ретінде сіздің алдыңызға келді енді, ладно. Я, бір жарым жастан бастап біз қош қабылдауға, қазір бір жастан бастап қабылдауға сіздер құқылысыздар. Я, енді частныйда болатын болса. Не қараймыз бірінші бір жарым жаста? Эмоциясын қараймыз бір жас. Я, қараймыз сосын. Ұстай ма, тонусын қараймыз. Артикуляция аппаратын қараймыз. Естуін қараймыз. Көрдіңіз ба? Қаншама нәрсе қарап тұсауға болады. Бір жас 6 айында. Ал ары қарай міне көбісі келеді. Мен 2 жас 7 ай болды, 2 жас болды, не істеймін деп атқан кезде, көрдіңіз ба? Оған шейін 5 рет. Значит, мына жерде ол дұрыс емес болып маған хабарласып тұр ма бала? Значит, мына жерде уже ақау кетіп қалды ғой, уже большие скачки өтіріп кетті. Мамасы деген оның бар ма жоқ па, әйтеуір өзіме өзі жұмыс туды да бітті кетті қалды. Дұрыс па? Менде ондай случайлар болды. Я айтқанда шығармын осы кезге дейін, я. Бір үлкен семья болады, ата, әжесі бар, мамасы, папасы бар, үлкен үйде тұрады, кішкентай баласы бар, үйінде 3,5 жастағы бала. Ол үйдегі балалардың ешқайсысымен контакт құрмайды, үлкен адамдармен контакт құрмайды, я, сол дейді, өзі бар, өзі алып жүре береді, ақыл есі түп-түзу, бірақ сөйлемейді. Бірақ залда үлкен стол тұрады осындай, дастарханмен жабылып, аппақ дастархан, астынан кіреді да, давай, прикрой меня! Аналармен сөйлеседі, ішіндегі адамдармен, түсініңіздер ма? Оның үйдегі адамдармен, үйдегі адамдармен сөйлесуге потребность жоқ, ал аналармен сөйлесуге потребность бар. Көрдіңіз ба? Енді 2 жас өттік, өтініштер, ровно 2 жасқа келген кезде уже өтініштерді орындап. Ана свет өшірші, бар өшіреді, 2 жас деген томпаңдап барып свет өшіру керек, дұрыс па? Одан ары қарай жай сөйлемдер. Мама жүр, су бер, ең жай сөйлемдер айталы болсын. 2 жас. Бізде қазақта өзі қандай бар? 2 жасқа шейін қашан сөйлейді дейді, 2 жастан кейін аузын жапшы деп айтады. Былайша сондай болу керек. Но бізде 2 жас 7 ай балам тым сөйлемейді, деп қанша халық жазады ғой? Жазады ма сіздерге де сөйтіп? Жазбай ма? Жазады ғой енді. На самом деле қанша этабы өтіп кетті оның. Мына таблица айтып тұрмын ғой, кәдімгі сіздердің шпаргалкаларыңыз болу керек. Енді ары қарай келесі сөз тіркестері жоқ. Ол и так көріп тұрсыздар ғой, енді жай сөйлем болмағаннан кейін сөз тіркестері жоқ. Енді 3 жасқа келдік. Қандай 3 жас ең керемет, бірақ іште уже мен басталады, я? 33 лет, мен басталады, мен уже менікі, мен жасаймын, өзім істеймін, өзім кием басталады. Сол кезде не? Ана балалар сөйлемейді, бірақ жақ прикрой менен біледі. Жаңағы ағылшынша өткен 1, 2, 3 трактор жаттап алған, 1, 2, 3, 4, 5 жаттап алған, бірақ үйдегілермен екеуміз су ішем, далаға барам, мен шалбарымды кигіз, айта ма? Айтпайды. Мида әбден айтылған мысаға, якалабок білет, ары қарай білмейді. Көрдіңіз ба? Кітап пен мультиктағы сөздерді айнала береді, мида сол жатталып қалады. Ары қарай дұрыс айта алмаса да өзінің сөздері жоқ, өзінің сөздерінің бәрі ана жақтан алынған сөздер. Дамытылмаған 3 жас. Енді ең маңызды бізге келетін уақыт шындығында мына жақтан басталу керек еді. Ал енді келеміз қазақтар особенно. Келеді, қай кезде келеді? Ойбу, мектепке барайын деп жатыр. Ең күшті уақыт, я? Мен мектепке баратын еді, балам что-то дұрыс сөйлемейді. Одан қалды, мұғалім жіберді дейді ғой. Бар ма?
иә өздері әке шешесі даже ой мен өзім маған бәрібір дейді ғой. Кеше бір ата ана келіп, кеше ғана келіп тұр бір ата ана. Мен оның сөздерін бәрін түсінемін, бізге ол проблема емес дейді. Бірақ әкеліп тұр 14-те бала. Я жағын ашпайды, я дыбыстары жоқ. Барып алдым, сосын ол айтады, 4 логопед ауыстырдық дейді. Неге десем, балам мінез сыйыспайды. Енді ана уже 14 біліп тұрсың, 14-те уже подростковый период. Сен онымен бала, енді деген болмайды уже, ондай болмайды. Сен уже, ол, я все знаю, юношеский максимализм басталады. 4 жаста мынау жер уже оны иә, тек анасы ғана түсінеді, басқалар оны түсінбейді. Басы соның бәрін жеп қояды. Я не деп айтқанын білмейді, не деп десе 2 рет 3 рет қайталағаннан кейін барып ана буындап айтқаннан кейін барып қана түсіне бастаймыз. Сөздерді мүкістірен, дыбыс и так жоқ, дыбыс туралы сөйлемейміз, и так біліп тұр, сөйлемді құрау керек ол жерде, үлкендерге сұрақ қоймайды өздігінен, мынау не, мынау не деп қайтылмайды. Мимика жестерді көп қолданады уже, келді оны ерға. Келістік па? Осының барлығымен? Все, келесі. Енді кәдімгі өзіміздің задержка речевого развития жалпысына келдік, иә? Ешқандай интеллект норма, сохранный қалғаның бәрі. Қараңыздар, ровно 3-4 жас, 3,5 жасқа дейін қойылады. 4 жаста зері қойылмайды. 4 жастан бастап, или ОНР қойыла бастайды, или алалия қойыла бастайды, или дизартрия қойыла бастайды, басқа қойылады. Қойылатын болса, зері ровно 3,5 жасқа дейін. Осыны, 4-те келді сізге, невропотоктың қағазы тұр, 4 жас 2 ай, бірақ зері тұр. Жоқ. Бұл норма емес. Яғни оны басқа тағы бар. Или невропоток дұрыс қаралмаған, или тағы помимо этого басқа да оны ердің екінші үшінші степені тағы болуы мүмкін, иә? Енді қай кезде қоямыз? 1 жасында буындарды, жеке сөздерді дұрыс айта алмаса. Буындарды мама, доп, су деген сияқты айта алмаса. 2 жасында жеке сөздерді айтып, 2 сөзден құрамаса, иә, мама кеттік, дала барам, су ішем, бір-бірімен қосып, байланыстырып сөйлесіп, связная речь, да? Құрамай бастаса, уже 2 жаста, уже это, уже зері. Нау 1 жаста зері, нау 2 жаста зері қойды. 3 жасында 2 сөзден сөйлем құрап, ойын жеткізе алмаса. Одан уже 4 жасында оқиға желісін, 60-таймыз, иә? Осы 1-2-3 шейін ғана қоямыз. Келістік ба? Зейрер қоямыз ба? Иә, зейрер қазір көп, шындығында 2-ның бірінде бала кеш сөйлейді қазір. Оны неден болады, басқадан болады, көрдіңіздер, табиғи және әлеуметтік жағынан. Осы 2-3 фактор бойынша біліп тұрсыздар. Ондай фактор 2-ның бірінде бар. Аха, кеттік қызды. Ары қарай, енді диагноздар ажыратуымыз керек. Сізге бала келіп тұр. Ол ойланып тұрсыз. Зейрер бар ма? ЗПР ма анау? Алалик па, ОНР ма, сол үшін мен неге СТТ деп неғылмаймын, СТТ біліп тұрсыздар ғой, сөйлеу тілінің тежеулі, бірақ мен өзімізге барлығымыз орысша классификация, медицинский классификация бойынша ЗРР деп кете беремін. ЗРР мен ОНР-ның айырмашылығы, бірінші айырмашылығы тек оның уақытында, жасында, 4 жаста уже ОНР басқалар кете бастаса, біз оған дейін тек ЗРР ғана қоямыз. Одан кейін 3-4-тен кейін уже зері деген қоюға біз құқымыз жоқ. Бұл бір. Екінші, ЗПР мен айырмашылығы қандай? Оның танымдық жағында, иә? ЗПР қандай болады? 3 жасқа дейін. ЗПР қандай болады? Танымдық жағы, ойлауы, есте сақтауы, зейіні. Дұрыс. Айырмашылық бар ғой, зері мен ЗПР-де сол ғана айырмашылық. На самом деле екеуді де сөйлемейді бірдей. Бірақ ана бала сал дегенде салады, түстерді ажырата алады, орнына қой дегенде қояды. Біреу қояды, біреу қоймайды. Болды, сол ғана. Танымдық жағында айырмашылық, тек танымдық жағы. Ана жерде уақыт жағынан айырмашылық. Ана жерде алалия екеуінде. Енді алалия оны сенсомоторный алалия, сенсорный алалиямен біз никак қоймаймыз, өйткені сенсорныйда оны түсінбейді да сен айтқаныңды. Бұл жерде көбінесе зері мен моторный алалияны шатастырады. Моторный тек мына ауздан сөйлей алмайды, бірақ бала түсініп тұрады. Барлығын істе деген істейді, алады, салады. Енді моторный алалия
зерер қайсысын қоямыз? Сіздің алдыңызға бала келді, ровно 4 жас бала келді, 3,5 жас бала келді. Қалай алалия деп қоямыз, иә. Сосын тағы қандай оның айырмашылығы бар? Моторный алалияда балада еще диспраксия болады. Ана бала допты да дұрыс қаға алмайды, жүрген кезде де бет себіратып жылжырап бастайды, тез шаршаушы болады, сосын зейіні шашыраңқы болады, иә. А моторный алалияда көбінесе ақыл-есі түзу болады. Сенсомоторныйда, сенсорный жақта ол деген қабылдауы, ойлауы, зейіні, оның барлығы қарауға береді ғой, оң жақпен. Енді сол жақпен болғаннан кейін моторный алалия екеуінің айырмашылығы осы. Яғни, сосын енді бір қараңыз, моторный алалия мен ЗРР-дің айырмашылығы, мысалға оған ата-анасына баламен көп сөйлесіңіз, сосын барып анау үйде көбірек лақтырыңыз, үйтіңіз, бүйтіңіз деген кезде, мысалға ЗРР балада 1-2 ай жұмыс жасайсыз, бір 3,5-дағы балаға, 3,5, 3-2-дегі баламен 1-2 ай жұмыс жасаған кезде ЗРР уже запись кетіп қалса, а моторныйда бір сөз или бір движениені үйренсе, оған рахмет айтамыз. Көрдіңіз ба? Сол үшін ол екеуінің ана моторный алалия стойкий нарушение тұрады. А мынада сәл-сәл ғана, сол үшін задержка деген сол. А деген не? А деген отсутствие деген. А витаминоз деп айтамыз, мысалы витамин жетіспейді, тағы не? А алалия, алексия деп айтамыз, А деген жоқ деген. А задержка деген уақытша тұрмын мен, міне келе жатырмын, бірақ жете алмай келе жатырмын деген сияқты арт жағынан жай жүру деген сөз. Сол үшін задержка речевого развития дейтініміз осы. Ары енді мен ЗРР-ді емдеудің 2 жолын көрсеттім. Біреу медициналық жолы, екіншісі логопедиялық түзету. Медициналық жағында оны емдеу деп айтамыз, ал логопедия жағында оны түзете дамыту деп айтамыз. Дұрыс па? Иә. Енді медициналық жағында ЗРР-ді қалай емдейміз бірінші? Бәріне алып, біріне отырып тұтықпаймыз. Я оның өзінің педиатр, невропатолог, психолог, дефектолог кім жұмыс жасайды? Сонымен әр баланға әртүрлі. Біреуінікі мысалы простой недесактикер, біреуінікі вообще ешқандай простой витаминдермен ақ өтіп кетеді, йоды бар, натрий бар, сонымен ақ өтіп кетеді. Екіншісі дәрілік терапия, міндетті түрде болады кейде. Укол кетеді кейде, ноотроптар кетеді, витаминдер кетеді, әртүрлі даже стимуляциялар кетеді. Үшінші физиотерапиялық жаттығулар, мысалы ЛФК басқаларда болады, магнитотерапия болады, мысалы дейсен деністер болады, осылардың барлығы уже физиотерапия дейді. Сосын психологический факторларға алдын ала ата-анасымен қалай жұмыс жасалу керек? Біз кәдімгідей, біз екі ортада көпір болуымыз керек қой, ата-анамен, вот диагнозның екі ортасында көпір кәдімгідей біз айтамыз. Давай мен қолдан келгенше жасауға тырысайық. Давай екеуміз біз сізден көмек. Мен жасаймын, мен қолдан келеді, бірақ сіздің көмегіңіз керек маған. Мен осының бәрін жасаймын, сіз үйде осының бәрін жасап тұрсаңыз, мысалы сізге список беремін мынандай, мынандай жасау керек, үрлету керек, үйде секірту керек, 9-шы этажда тұрады кесте. Давайте 2 рет, күніне 2 рет, сол 9-шы этажға лифтіні бүгін пайдаланбай ақ қояйық, и жаяу көтеріп, жаяу түсейік деп. Кәдімгідей ше, сіз сол маған көмегіңіз деп ше. На самом деле, вы им помогаете. Ал сіз одан көмек сұрайсыз, сіз өзе, ол адамнан көмек сұраған кезде деп қалады ғой енді. Сол сияқты да ата-анасынан көмек сұрайсыз. Көрдіңіз ба? Иә. Ары қарай кейде менің дисфункциясына байланысты уже үлкен дәрілер, басқа уже комплексті түрде ем қабылдау қажет болады. Ары қарай. Ал енді логопедиялық тұрғыда, жаңағы медициналық тұрғыда болды, енді логопедиялық тұрғыда. Біз не істей аламыз ЗРР-мен? Сабақтар аптасына кем дегенде 2 рет, кем дегенде 2 рет болу керек. Бір рет по субботам или воскресеньям келіп тұрайын деген бар ғой? Бар ма ондайлар? Нәтиже бола ма? Болмайды білшісті. Кем дегенде 2 реттен. А шындығында 3 реттен. Орта есептен, я? Сосын сенсомоторлық түзету курсы. Бұл қандай? Сенсомоторлық түзету курсы қандай? Сенсорика АФК, я? Одан логопедиялық сабақтар. Тезірек нәтиже береді. Ары қарай не істейміз?
зр балдармен лого массаж жасаймыз, сосын ұсақ моториканы дамытамыз, сосын есте сақтау, ойлауын дұрыс, солар дамыта бере, осы біз зрден шығарып алады екенбіз. Сосын енді запуск речи дейміз. Запуск речи дегенде бізде күшті орысшаға келгенде запускаем речиді. Шындығында қазақта бізге арналған бір сөз жоқ. Сөзге ынталандыру дейміз, сөйлеуге ынталандыру дейміз, дыбысты шақыру дейміз, дыбысты қою емес, дыбысты шақыру дейміз. Тағы қандай айтамыз, сөйлеуге ынталандыру дейміз. Әйтеуір бір өзімізге ыңғайлы сөзді тауып аламыз. Шындығында енді сол запускаем речи. Баланың тілі сәл кешеуілдеп тұр, соны қолдан келгенше сүймелдеп баланы сөйлетіп жіберуіміз керек. Осының барлығы запуск речи деп аталады. Осы запуск речи бойынша мен қазір әлгіде айтатын боламын. Келесі. Енді запуск речидің 7-ші этап қойып кеттім. Мына жерде мысалы етістіктер алып тастайын. Былайынша шындығында 7 жолдан жүреді. Прям бірден бастап 7-ге дейін өзінің жолы бар. Айдыладан келіп, басқа нәрселерді алып тастамаймыз, кәдімгідей өзінің жолы бар. Мына жерде этаптары бойынша 7 этаптан өтесіз, прям бала деген осы этаптан өткен сайыншы кәдімгідей результат көре бастайсыздар. Неге кейбір логопедтер көбінесе запускқа прям қатып қалады. Олар дыбысқа қойғысы келмейді, басқаға қойғысы келмейді. Өйткені ол кішкентай баламен ол қызығырақ. Оған отырып бір бұл звукты отрабатывать етпейді. Бұл бір. Екіншіден бұл ойын түрінде. Мен надо вот так сидеть. Үшіншіден балаға қатып қалған заң жоқ. Ол неге қызығып тұр, соны ойнап, соны комментировать етіп, ашып жауып, жасай беру. Осының барлығы запуск речи. Енді бірінші этап. Мен ана жерде әшейін қойып қойдым, әзірге қасына қазір бөлек-бөлек айтылады. Бірінші этап дауысты дыбыстар. Кәдімгі лого формуламыз, а, о, у, и, э. Енді лого формуламен осыларды айтқыза береміз да, енді осы ау көбінесе зерлер, даже ауын айтамын. Менше, ишарамен келеді, келеді, бен келеді, бітті, бен келеді, болды. Даже кәдімгі дауысты дыбыстарымыз толық емес, бесеуі де толық емес. Шықпайды да шындығында, Енді осыны келтіреміз. Енді ары қарай оны просодика деген не? Дамытады. Дауыстың ырғағы, темпі, сосын қаттылығы, тембрі. Соны дамытамыз. Яғни ауыз моторлы планирование тоже. Ауыздың моторлы планированиесіне екен. О. Менде бір қыз болды. Ол қыз прям ауызын керемет ашады, жылаған кезде, массаж жасаған кезде шыңғырғанда бүкіл жүреді. Сөйлейтін кезде шықпайды. Сөйлегісі келеді, аузына дәл сол айтып тұрған нәрсе не мына айтады. Айтып тұр соны, айтпайды. Осының өзінде кәдімгі. Осыған біз тек мына просодиканы шығаруға бірінші этаппен отырдық. Қалай бірінші этап? Әдемі кетті, сразу екінші, үшінші этапқа өтіп кеттік. Өйткені өте оңай қызықты. Түсіндіңіздер ма? Болады сондай. Егер бала бірінші этапта емес, уже мынаның бәрін айталатын болса, сіз сразу бірден бастамаймыз ғой. Уже екінші, үшінші этаптан бастаймыз. Сіз баланың деңгейіне қарайсыз да, қай жерде тұр мына жерде примерно, қай этапта тұр екенін қарайсыз да, ары қарай содан бастап кетеміз. Бірақ сабақ барысында, яғни түзету дамыту сабағының барысында мына бастапқыларды міндетті түрде қосып отырамыз. Ары қарай енді дауыстылар тұр. Дауыстыларды бір-біріне қосу керек болады, а, о, уа деген сияқты бір-біріне қосу керек болады. Оны қазір көрсетем барлығын. Одан кейін дауыссыз дыбыстар. Дауыстыларды айта алмай тұрғанда дауыссыздар. Мүлдем, сол үшін бұл жердегі саусақ моторикасы, массаж, басқа туралы мүлдем мен айтып тұрған жоқпын, біліп тұрсыздар, бұл жерде мен нақты этаптары туралы, запуск речидің этаптары туралы ғана айтып тұрмын. Енді ең бірінші ондогенездің бастапқы дыбыстары бойынша, яғни п, б, м деген сияқты, м, п, б, бу деген сияқты еріндік дыбыстар айтамыз. Сосын артқы дыбыстарға келсек, ка, гу, га деген сияқты артқы дыбыстарға кетеміз. Сосын бар оған т, пу, ру соған келеміз.
сосын барып қана енді қатты ФВ-ға келеміз. Осы бойынша. Ал кейінгі көбісіміз қоятын Ш, Ж, Р, Л деген дыбыстарымыз ол кейін, ол запуск речиде мүлдем қатысы жоқ. Запуск речи жасап дыбыс қойылмайды шындығында. Екеуі бір қойылып басталынады, бірақ арасында ғана оңай қойылатын дыбыстарға отырып алып, запуск речи сөйлемейтін ба, сөйлем құрай алмайтын болса, оған дыбыс қойып қажет жоқ. Енді дауыстыны қойдық, дауыссыз қойдық, бір-біріне қосамыз. Ол қосатын кезде ма, па, көріп тұрсыздар, кәдімгі оңай дыбыстар. Ана бала сөйлемей тұр. Сіз мынаған білмеймін, кейбір балаға бір ай кетеді, кейбір балаға 2-ақ сабақ кетеді. Әр бала әртүрлі ғой, қалай қабылдайды, ақыл есі күшті болып тұрса да, бәрібір кейбір балалар бір айда дауысын жаңағыдай шығарып, дисфония болған жоқ жаңағы мысалы, қыз деп тұрғанмен, ол әдейі істейтін. Болады ондайлар, прям бәрін істеп тұр, бірақ айтпайды. Шыңғырғанда деген кезде дауысы деген прям жер жарады. Қазір деген шынымен сіз көрмеген нәрсені көрген сайын вообще прям мәссаған деп. Ондай кезде болады ма? Мәссаған мынандай да болады екен ғой, мынандай да болады екен ғой деген. Ондай көбейіп кетті қазір. Енді дауысты мен дауыстыны қоса бастаймыз. Осыны қосқаннан кейін бір буынға қоса бастаймыз. Одан кейін сол буындарды бір-біріне қоса бастаймыз. Запуск келе жатыр ма? Келе жатқан жоқ па? Келе жатыр, жай болса да келе жатыр. Біз бірінші кәдімгі чисто дауыстыны бастадық. Одан кейін дауыссызды бастадық. Одан кейін бір-біріне қосып бастадық. Сосын міне неге орыстардың сөздері мысалы жеңіл, Митя, Коля, няня, такым, сондай, олардың барлығын біліп тұрсыздар, кәдімгідей біздің онтогенездің бірінші дыбыстарынан айтып қойып қойғанда Анатолий аты. Кім деп қояды? Кішкентай кезде оған Толя дейді, Тоя бола салады, лесі жоқ қойды өзі. Мысалы, Василий болсын, Вася бола салады. Мария, қандай? Маша бола салады. Александр кім? Саша бола салады. Олардың бәрі қысқартылады. Одан кейін 5-6-ға келген кезде өз аттарымен Александр Васильевич болып кетеді. Дәл сол сияқты. Өйткені ол дыбыстардың бәрі онтогенездің алғашқы дыбыстарына келеді. Балаға оңай болсын деп. Анатолий десе де бірден келіп кетеді ғой. Фифивичка сияқты болып кетеді ғой. Енді буындар. Буынды біз екіге бөлеміз. Ашық буын және жабық буын болып бөлеміз. Буындар деген кезде кәдімгідей бастап сразу самолет, көлік, басқа сөз алсын, бір буындық сөзден бастаймыз. Ең бір буындық сөздер доп. Біздегі түзете дамыту жұмысындағы ең бірінші, ең күшті құралымыз доп. Ешқандай кабинет допсыз жоқ қазір. Доп бірінші. Орысшада да доп. Не үшін ол орысшада доп? Мяч, бірақ буын. Ойланып көрдіңіздер ме сол туралы? Почему мяч-то неге басқа? Бірден келіп жазылмаған. Допты да біз басқа қылмыз. Сол үшін доптан артық дамытушы құрал жоқ. И сол бірінші айту. Басқа айтпаса, бізде қаншама бала болды? Нять, ач болып кетті. Мяч. Бола ма? Мяч даже мын айта алмайды. Мячка отырамыз, мяч деп. Осы мын айтқызып. Ашық буын кетеді. Сосын бір қана жабық буындарға көшеміз. Сосын бір буындық сөздер, ат, ит, доп сияқты бір буындық сөздер кетеді. Одан кейін екі буындық сөздер кетеді. Екі буынға обязательно міндетті түрде шапалақ бола ма, басқа бола ма, кәдімгідей буынға, болмаса жаңағы круг бар ғой, ритмикалық круг. Сонымен қойға болады. Буындарды 3 буынға да сөйтіп ритмикалық круг арқылы буындарды шығара бастаймыз. Одан кейін уже етістіктер мына жерде тұрмау керек шындығында. Етістіктер өте күшті, осы біздің сөйлеудің, запустың ол базасы болып саналады. Осы база арқылы қалай етістіктерді шығарасыз, запуск тез жүреді. Бірақ мен етістіктерді не үшін қостым? Просто мен айтуға ұмытылып кетпес үшін деп қостым. Бірақ бала деген мына етістіктерді мына жаққа или бас жағына, соңғы жағына қойып қойсам, қалай бала деген А10 айта алмай жатқан бала, біз етістікті айтқызамыз. Айтқызамаймыз ғой. Сол үшін етістікті өзім қостым. Ал соңғысы уже сөз тіркестері кетеді. Қандай сөз тіркестері бар? Мынадан бөлек қандай сөз тіркестері бар? Маған бер сөз тіркесі күшті, Сушем бар. Нан жейм.
күн жылы деп айтады. Далаға шығамын сияқты, иә, сөз сіркестен, иә. Ал одан кейін уже кәдімгі сөйлем кете бастады ең соңына. Мыналардың бәрін өтіп келсең, сөйлемеу мүмкін ба? Ол адам ғой, сиыр емес. Сөйлейді ғой, по-любому. Мынаның бәрін өтіп келсеңіз, по-любому сөйлейді. Главный этаптарын нақты жолмен білсеңіз болды. Не надо туда-сюда, не іздеп айтыладан. Не іздесем екен, не істесем екен деген жоқ. Өзің этапы болса, міне, все, дауыстылар шықты, бітті. Енді дауыссыздарын қосамыз. Дауысты мен дауысын қостық. Кетті. Все, енді буындарға көшеміз. Все, а, до, со, үй. Олар кетті, одан кетті, алма, банан кетті. Все, екі буын кетті, үш буынға кеттік, самолет кетті. Барабан кетті, үш буынға кетті. Сөйтіп, келмей, бала сөйлемей, уже бір күн қарасақ сайрап жүреді, иә? Міне запуск речи деген. Осы. Ал енді, осы запуск речиді мен сіздерге практикалық тұрғыда көрсетемін. Міне, қалай айтқызамыз балаға? Ең бірінші, мына дауысты дыбыстарды біз қалай айтқызамыз? Бала аузын ашпайды да, жағы сөйлемейді да, деп ырбаңдап отқан балаға ең бірінші мен енді көбінесе диафрагма пайдаланамыз. А, о, у деген. Қараңыздар, сіздер өздеріңізде айтқан кезде а, о деген кезде кейде бала аузыңызға қарамауы мүмкін. Қарап, бірінші очередь аузы қаратамыз. Қып-қызыл помада жағып аламыз, прям и бір-біріміздің құлағына. Или ол өз-өзінің құлағына, иә, өйстіп. А, о, у, и, иә. Оның бесеуін де айтпау мүмкін. Енді давай. А-о, иә. Сосын өзіне. А-о, иә. Сөйтіп келтіруге болады ғой, уже бір буын кетті. Бір а-о кетті, у-а кетті, а-у кетті. Енді осының ішіне екі. Ой, шығар бола ма? Екеуі де дауысты. Я, о да бар, и да бар бізде формулада. Ой, ух, ф болмаса, ух. Сияқты, я? Бола ма олай шығаруға? Бірінші, сөйлемейтін бала хотя уф айтса, ау айтса, ой айтса. Бұның өзі уже кәдімгі запустың жүргені деген сөз. Бұған міндетті түрде мимикаға мән беріп, кәдімгі сіздің мимикаңыз алдабай се, анан се, мынан се деп отырсам емес. Біз айтып тұрмын ғой, клоун болады ғой. Қай логопед прям қалып түсіп жүрген, кәдімгі сол жерде отырасың. Мен саған жұмысқа мынандай көйлек киіп жүрмеймін, білесіздер. Шалбар киіп аласың, костюм киіп аласың, джинсы киіп аласың, иә? Отырасың, жатасың, әйтеуір барлығын сол баламен запуста әсіресе жерде жүресің. Иә, жатады, мысалы, шынымен астына кіріп алады, столдың астына. Столдың астына кіреміз, одан қалды бөлек бір постыны жауып аламыз. Сөйтіп қарап, глазный контактпен кәдімгі жұмыс жасайсың, күшті болады. Иә, столдың астына кіріп аласың, кіріп алады, өткен не істейсің, оны шығара алмайсың, шыңғырады сосын. Давай кіресің, астына кіріп аласың, сол жерде жұмыс жасай бересің. Уақыты кіріп кетіп жатыр өткен, біліп тұрсыздар, иә? Иә, уже дауысты дыбыстарды біз шығара алдық. Енді ау еді, уф, папа, апа. Кетті ма? Дауысты дыбыстарымыз үш кетті. Енді келесі дауыссыз дыбыстар. Дауыссыз дыбыстарға, мысалы, қараңыздар, қалай біз дауыссыз дыбыстар шығарамыз? Ай, салқын, қырыш. Шығарамыз ба? Х шығуға болады, иә? Х деген тоже ерте шығатын онтогенездегі дыбыстардың бірі. Х-ны шығаруға болады. Сосын су ағызамыз. Бола ма? Жылан. Шығаруға болмайды, ч енді шықпайды енді, бірақ бәрібір қайтап келтіре алады, иә, бала? Иә? Машина десек, иә? Жымен уже келтіріп атсыз, жайлап, уже дауыссыз дыбысты қоса бастады. Алдында дауыссыз дыбыстар шығарып қойдық. Енді дауыссыз дыбыстар. Үстіп, көбейтіп, бір-біріне жылан, машинка, ұйқы, ана айталмайды ғой, бітті. Уже қыз шықты. Болды, уже дауысыз мен дауыссыз кетті. Енді екеуін бірге қосамыз. О, ең рахат, иә? Жара шықты. Вава!
иә, бар ғой ондай сөз, дұрыс па? Ва, на самом деле анау ням-ням, ту-ту, топ-топ, тағы басқа бар ғой мысалға, ауып деген сөздер бар ғой, олардың бәрі бір жас, где-то 7 ай, соған дейін болу керек. Ал қазіргі күнде ол 2-3-ке шейін кейбіреулер пайдалана береді. Шындығында ол 2-3-те бала, ол мені түсінбейді. Ана бала, мысалға, су берші дегенде, ку берші деп, ку деп беріп қалған ғой, мамасы да. Ку берейін ба, ку? Я, ку берейін, қазір. Куға мамасы деп барады. Сіз деген, ана ку деген сіз айтып тұрсыз. Ол норма деп ойлайды, сосын кейін. Сізді ол ку деген это норма для него, потому что мама так говорит. Ертең сосын кейін бар, қалай ол куды, сосын отырып смайя келеді да оған, ку емес су деп қалай үйретеді? Потому что всю жизнь 4-тегі балаға ку деп мамасы айтып тұрса. Көрдіңіздер ма? Ары қарай, баба кетті. Енді ту-ту, самолет бар ма? Ту-ту, самолет шығаруға болады. Ту-ту, өйткені біз түкіріп шығарып қойдық. Если тіс шықпай жатса, түкіріп простой, түкіріп қағаз аламыз да, түкіртеміз да, түкірте береміз. Болмай баратса кәдімгі тас или түйме арқылы десе, түйме лақтырылады. Болмай баратса, иә? Сосын тысы шықты. Уй так бар. Деп көтеріп бастасаңыз. Уже 2 дауысты мен дауыссызды қостық. Уже 2-ші этапымыз кетті. Мыналар шықпай сразу ту-ту бибиға өтіп кетпейміз. Уже енді бұл ашық буындар кетті, иә? Енді дәл осының дауыссыз бен дауыссыз жабық буынына келеміз. Қандай? Қандай жабық буындар бар? Би-бип, би-бип. Көрдіңіз ба? Би-бип болса, ол ашық буын болар еді. Би-бип болғаннан кейін ол жабық буын болып тұр уже. Аха, ары қарай. Я, топ. Шындығында сәл қиындау болуы мүмкін. Но күнделікті қадағалау арқылы, күнделікті айтқыза беру арқылы, массажы бар, саусақ дамыту, яғни нейрогимнастикасы бар, баланың сенсомоторлық дамуы бар, тілдік жаттығу бар, тыныс алу жаттығу бар. Осының барлығын жасату арқылы мынаны шығару оңай. Топ деп. Сізге келетін бала көбінесе осымен келеді. Мынаумен келмейді, мынаумен келеді. Дұрыс па? Қайсымен келеді көбінесе? Біріншісімен келеді, екіншісінде жаңа зерттеуіміз айтқанда жаңа айтқыз ғой. Ол балада дыбыс вообще жоқ, ауыз сөз. Сонымен о деп азап Онда деп айтады. Ол сіз әлі бірінші этапта тұрсыз сонда, иә? Жоқ, екіншісіне өттік. Екіншіге енді өттік, дұрыс? Осы аптада байқадым, Омар деп бір баланы атын айтып жүр, балашында Омар, кеттік, ойнаймыз деп. Тамаша. Бірақ енді оған шын әне қашын түсу керек. Көрдіңіз ба? О деп, ауызды ашып, Омар деп шығаруға. Бұлайынша басынан бастасаңыз, көрдіңіз ба? Әдем келе жатырсыз. Енді буындар, ашық буындар, я, жоқ. Ашық буын яға жатады, жабық буынға жоқ жатады, иә? Жоқ деген yok, қын айтпайды, яғни. Қыны қық айту мүмкін, или вообще yok дей салу мүмкін. Я болады. Уже ясы қай кезде болады? Мына жерден бастап болады. Аха, сосын ата, біздегі апа, папа, мамалардың барлығы ашық буындар келеді. Одан кейін барып сосын апай, енді жабық буындарға тук-тук, алма, бананның өз жабық буын. Бірақ алма, бананның көбісі айта алады. Ама десе де, лын айтпай, ама десе де, ол да жабық буын. Банан жабық буын. Жабық буын айта алма, это уже плюс. Сосын ням-ням, я, какай, я. Болды, уже жабық буын, буындарға көштік, уже буын ішкеннен кейін все, уже сөздерге келеміз. Ең сөздің рахаты, иә? Мына жерде мысалға ол балаға бірінші просодикаға да жақсы жаңа үрлеген кезде уф деген кезде көбісі бір қызда, менде бір қыз болды, ол қызға мұрнын сіңгірте алмайды. Қазір көбісі сіңгіре алмайды ғой, в принципе, біліп тұрсыздар ғой, иә? Соған қалай үйреттік? Мұрнын сіңгіртуді. Кәдімгідей жауап аламыз. Мұрнын жауап десек жасалады, иә? Оның аузын жоқ десем. Тартап. Сөйтіп, ананы шығару керек, сәлден кейін барып ойлана бастайды. Уже деп соның өзі кәдімгі сіңгірудің өзі қазір өнер болып кетті ғой. Шындығында, иә? Дедіңіз ба, уже уф келе бастады. Иә?
Қайсы? Бірінші этапымыз. Мынау бірінші этапымыз, иә? Запуск речида любой нәрсе, қолыңызға түскен любой нәрсе запуск речида он сол көрнекі құрал болып кетеді. Бір жақсы жері. Потому что не дейді? На войне все средства хороши деп айтады ғой. Дәл сол сияқты запуск речида қолыңызға түскен любой карандаш болса карандашты не істей аламыз? Карандашты аламыз, берші ручканы. Карандашты аламыз, простой карандаш қана болды, иә? Бір үйде ештеңке болмады дейік, ладно. Карандаштан да мысалға жақсы запуск речи жасай аламыз. Алақанмен айналдыра аламыз, бір-біріне өткізе аламыз, артикуляшка жасай аламыз. Иә, жасай аламыз. Иә, тілдік жаттығу жасай аламыз. Иә, қалам айтқыза аламыз. Иә, кәдімгідей көрдіңіз бе, бір простой қаламмен ақ уже біз қаншама сабақ жасап тастадық. Если түгі жоқ болса, сол үшін прям мынандай зат болу деген қатып қалған қағида жоқ. Сол үшін менде минимальный заттарды алып келдік. Иә, ал мынау не болады? Қайсына жатады мынау этап? Иә, қандай этапқа жатады деймін мына жердегі этаптар? Ол, иә, ол сонысы біз әлі оған түскен жоқпыз ғой. Дауыссыз бен дауыстыны қосу. Аха, жабық буын, иә? Іштік. Мимика көрсеттік, иә? Упы. Иә? Екі дыбыс қостық. Болмаса атын айттық еще. Ол естиді ғой? Дұрыс па? Кесе, тарелка десек, ол естиді ғой. Айттық қой, главный. Ол бұл жерде бала ол нә деп айта берсең, ол нәнәні жаттап ала береді. Ол главный, ол айта алмаса да, бірақ ол түсінеді ғой, бірақ ол ести алады ғой, главный. Сол үшін айтқызуымыз керек, иә? Сол просодика деген, мен жаңағынан алып келген себебім просодика деген көрсету үшін баланың аузынан шыққан әрбір дауыс, дыбыс, ырғақ, барлығын ырғағы, темпі, екпіні, қарқыны, соның барлығын просодика деп айтамыз біз. А, о, у, и, деп, иә, осыны айтқызу. Енді, ал мынау телефон қандай этапқа жатады? Айо, лі айтылмайды ғой енді, айо. Ашық буын бірінші этапқа жатады, айо. Амен йо келтіріп. Мен түсініңіз ғой, әлі қарта лыға шен жетем дегенсе қай заман. Айо, уже көрдіңіз ба, ол баланың біріншіден сөйлеуге ынталандыру бұл да. И еще бірінші этаптың жұмысы, иә? Ал енді звукоподражание деген бар. Мына жерден бастап мен әдейі қойып тұрмын, иә? Звукоподражание, екінші, үшіншіде тұрмыз. Звукоподражаниеде ең біріншіден біз балада сөйлемей жатып қимылды подражать еткіземіз. Қимылды. Пока қимылы, аяқ қимылы, қол аяқ шапалақтау қимылы, қимылдан подражать етеміз. Одан кейін барып уже машиналардың дауыстары, одан кейін барып жануарлардың қимылдарына, сөздеріне, дыбыстарына, дауыстарына подражать ете алады екенбіз. Енді қандай сиырды қай этапқа жатады сиыр? Сиыр деп айтаймыз ғой, яғни бір түсті. Қай бұ, қай этап? Үшінші, дұрыс айтасыздар. Үшінші этапқа жатады. Му-му. Үшінші этапқа жатады. Му-му жатады. Аха, давай. Га-га ше. Гуси, га-га. Гуси айтпайды, давай. Га-га. Бұл да үшке жатады. Аха. Аха. Ку-ку-ку-ку. Ку-ку-ку-ку. Үшеу түрке айтпайды, но ку-ку бұл мүмкін, е? Бұл да үшке жатады, я. Пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи. Я, ерінмен кәдімгідей дауысты мен дауыссыздың екеуін қосынша. Пи-пи-пи-пи, я. Я. Екіншіге жатады. Хрю-хрю деп айта алмайды, рі айтылмайды бәрібір. Хрю-хрю бұл мүмкін, ха-ха-ха бұл мүмкін, я. Бұл екіншіге жатады. Аха. И-а. Қайға жатады? И-а. Біріншіге жатады, дұрыс. Біріншіге жатады. Аха. Мә. Мә. Екіге жатады ғой. Мә. Үшке жатады, үшке. Үшке жатады, иә. Екіге жатады. Көрдіңіздер ма? Әр қайсы өзі бөлек-бөлек өзін келтіруге болады екен. Ары қарай.
Енді сөздерге кеттік. Кәдімгі сөздер уже ол бүкіл дауыс айтылғаннан кейін уже сөздер айтылады. Кәдімгі кезде кітапты ашамыз, альбом по развитию речи алып аламыз. Мен өзім Батяеваны деп алып аламын да прям бұра бересіз. Уже ол жерде өзі кәдімгідей жолдарымен тұрады. Бір буындық сөздер, одан кейін 2 буындық сөздер, одан кейін 3 буындық сөздер. Құдайға шүкір, бәрі дайын. Ничего, никакой велосипед изобретать не надо. Батяеваның кітабын алып аламын да. Сонымен альбом по развитию речи, я, по-моему, я ойбай. Я сонымен өйткені бір буынды кетіп. Бір буында не? Сок бар, сок уже айтып бастайды. Доп айта бастайды. Ит, ат айта бастайды. Үй, бак айта бастайды, я? Мяу айта бастайды. Уже бір буындық сөздер кетті. Одан кейін уже 2 буындық сөздер. 2 буындық сөзге кетеді. Юбка деп айтылмаймыз, білесіздер, я? Біліп тұр, біз өзіміз былайынша юбка деп айтқанмен, балаға біз бөлеміз. Өйткені ол бала біздікін әбден сіңірем дегенше, ол әбден нейрондардың ортасынан әбден отырам дегенше, сол этаппен жүрем дегенше, юбка, юбка бастай береміз, я? Майка, қайшы. Не бар? 2 буындық сөздерді уже келтіре береміз. Уже бала 2 буынға көше бастады. Кейін уже 3 буынға көшеміз. Бом-бом-бом. Не ол? Барабан. Айта алмайды. Баябан бола береді. Ничего страшного. Біз ол кезде баябан ұрамыз. Бом-бом-бом-бом. О, кәдімгі мимика қосын. 3 буын қосылды ғой. Самолет. Баяғы самолет қалай айтатын едік? Ту-ту дейтін едік. Уже самолетқа келдік. Ары қарай сөйтіп кете береміз ғой, я? Таракан, помидор деген сияқты. 4 буынға кейін кезде біз уже 4 буын деп отырмаймыз. Уже сөйлем кетіп қалды. 4 буынға сол үшін айтпайтынбыз. На самом деле 4 буындық сөздерде көп қой. Одан кейін етістіктер. Етістіктер, о, ең керемет, ең базасы деп не үшін айтамын? Өйткені осы етістіктерде держится. Бүкіл запуск речінің барлығы осы етістіктерге үстіне құралады. Яғни ең оңайы, ең аш жап. Аш, прям тұрып алады. Не істейін? Ашын біліп тұрса, ол кезде тіл түстімен түсіп тұрады, ол кезде көтерілмейді. Сосын аш болмайды, аф бұда болу мүмкін. Сосын аш, сыртқысын сәл ғана қойыңыз, ішкізілерін қаттық басып салыңыз. Аш. Енді не істейміз? Яп. Жап кеттік, яп, жап. Не, аш, жап кетті. Бірінші буын. Бірінші сөзіміз. Кәдімгідей өз-өзіне бір-біріне қарама қарсы 10 шақты өзінің сөзі. Я, жоқ, аш, жап, мін, түс болды. Көшеткіге мінеміз, түсеміз. Мін деп күнделікті, мысалы, 10 күн бойы массаж жасайсыз, 10 күн бойы мін дейсіз, уже бір күн болмаса бір күн өзі мінбей жатып, мін деп айтады да, өзі мініп кетеді. Эксперимент деп көріңіздер. Айттым ғой, бұның барлығы айдыладан алынған нәрсе емес, күнделікті көріңіз, эксперименттеңіз дейді. Мысалы, психологтар айтуын айтады, әртүрлі техникалар көрсетеді, айтады. Давайте пайдаланыңыздар осыны, я? Білеміз, нефига пайдаланбаймыз. Пайдаланыңыз, болады. Дәл осы жерде де сол. Күнделік 10 күн бойы массаж жасаған кезде мін, сосын біткеннен кейін түс. Мін түс өйтіңіз, сосын бар 10 күннен кейін мін түсті үйреніп алмаса, маған келіңіз. Кавычки деген бұл. Бер ал, қандай еді? Кел бар, құй төп деген сияқты. Кәдімгідей бір-бірімен қарамас, құй төп. Сосын іш же, кәдімгідей іш же. Ням-ням-ням іш деген кезде. Іш. Көрдіңіз ба, кәдімгідей үйде бар ғой, любой үйде, мысалы, бар нәрсені пайдаланып алып, осының бәрін іш же деп алдырамыз. Мысалға, ал, сал. Менде қазір бір бала келіп жүр. Мұнан алу үшін, оны пока бір-біріне қосуға, мұнан бетіп ойланамыз, бірінші ұстаймыз, оны көреміз, что-то келмейді екен, сосын жарайды қоя саламыз. Оған поканы ал, салды үйрентіру үшін, ал, сал. Біз мұна сөз үйретіп жатырмыз. Еще
қолдың практикасы өте слабый болған соншалықты мына бүйтіп қатты бір-біріне кіргізе де алмайды. Иә, сол ал сал осының барлығы бізге өте керек. Любой. Мен мысалы осыны қойып қоям, кабинетте заттардың бәрін салып келген зат қой, осылай қойып қоям, ал өзіне ашқызамын. Ішіне басқа ойыншықтар кіреді ғой. Ананы пока ойлана жасаса, өзіне айтамыз, аш жап деп бірінші айтып аламын. 2 күн, 3 күннен кейін өзі бірінші аш деп айтады, сосын барып істейді. Сіздер де көріңіздер, бірінші күнделікті ашардың алдында аш деп айтып аламыз, сосын барып ашамыз. Аш деп айтшы, аш дейші, аш деп айтсаң болмайды. 2 рет, 3 рет кәдімгі нақты аузыңызды ашып, бір ғана етістікті прям айтамыз. Аш, жап, аш, жап. Уже 2 рет, 3 рет айтқаннан кейін біз нормотипичный адамдарға мен айтып тұрмыз, в основном. Ал мынау көбінесе менде топ кәдімгідей жабық буындағы 2 топ-топтарға. Бір жағынан бұл саусақ моторикасына да жақсы, саусақ, кәдімгі 2 менде футболист болған ғой, ортасынан топ кәдімгідей жүгіріп жүреді, топ, гол! Голба шығарып болады. Жүгіреміз, нәшке адам бетін салып қоям, бір-бірін ұлға или қызға арналып қойып, бет қойып қоям, и все, кетті. Бір-бірімен ойнап жүреміз. Ойын түрінде ғой барлығы біз барлығын қиындатпаймыз, барлық. Өзі Құранда да жазылған. Ештеңкені қиындатпаңдар, қиын ештеңкесі жоқ. Сіздер сиырды сөйлетіп жатқан жоқсыздар. Адам баласы оның барлығы. Сөйлей алады. Просто өзін біліп, миды қосып, білімді алып, сол білімді аламыз, осы формулаға саламыз. Түк қиындығы жоқ. Ары қарай. Сөз тіркестері. Ал сөз тіркестеріне келген кезде уже мен барамын, менің атам, менің мұрным, менің басым деген сияқты. Көрдіңіз бе? Өзін көрсетіп, қимылмен, сөзбен, бір-бірімен қосып бастады. Біз мына балаға сөйлетуіміз керек деп, ал менің деп бастаймыз. Көрдіңіздер ме? Ары қарай уже қысқа сөйлем кеткеннен кейін все, уже сіз логопед қажет жоқ ол жерге. Уже ол кезде уже қазақ тілі маманы немесе басқа проблемаға басқаға жібересіздер. Бастапқы базасын қойып берсеңіз болды. Міне мама кетті, далаға шығам, киім кием, су ішем, қысқа сөйлемдерге келдік. Осылай келтіруге бола ма? Бола ма екен? Главный формула алдыңыздар, осы формулаға салып, кез келген баланы ЗРР алдыңызға, даже ЗПР-дің өзін, мен запуск речи ретінде көрсеттім ғой, ЗПР-дің өзін осы формулаға келтіруге болады екен. Бола ма? Болады. Енді соңғы. Понимание ол жерде айттым ғой, мен мына жерде запуск речи ғана болады. Мен мына жерде танымдық жағынан басқаға уақыт кетіп қалады да, оның бәрін ЗПР-ға бойынша қазір Шопан ханым айтады. Енді соңғы слайдым. Сабақ қызықты болды ма? Енді қараңыздар, бұл жерді өзім оқып берейін. Баланың тілдік диагнозы қандай да бір диагноз болса, ол ешқандай үкім емес. Өйткені ол өзгермелі. Бірден кейін, жаңа Бақытгүл ханым айтты, бірінші этаптан кейін оны 1-ден 2-ге өтті, 2-ден 3-ге өтті. Оның ортасы кем деген 3 ай, 6 ай өтеді. Ортасы есеппен. Одан кейін 4-ге өтті, одан кейін дислалик болды. Все, одан кейін нормаға шықты. Дәл сол сияқты, ешқандай үкім емес. Дұрыс қойылған диагноз, ол бала тілін дамытуда тәтті старт. Енді түзете дамыту жұмыстары сапалы жасалса, нәтиже міндетті түрде артынан шыға бастайды. Міне нәтиже шықты емес, шыға бастайды. Жайлап көріне бастайды, алды сразу сөйлеп кетті фонтаным деген болады да. Аз ғана уақытта. Жай. Бүгін андай сөз айтты, бүгін есікті аш жап деп айтып бастады. Кет, жүр, мама жүр. Сосын бір мамасы ұстап отыр, мама тұршы. Солар сөз деп бастайды, массаж жасаған кезде, май ұстай басқа қалайды, қол ұстай, мама тұршы деп қолына алып тастайды. Көрдіңіз ба? Соңғы сабақтар ойын түрінде өткен жаз. Ойнау арқылы бала ойлай біле бастайды. Ал тіл ойлауды тек құрал екен. Келістік па? Сіздерге рахмет.
сұрақтарыңыз болса бір 5 минут. Сұрақтарыңыз болса бір 2 минут. Сұрақ жоқ па? Иә, сол. Алалиядымен сразу Африка сенсорикамен бастаған жөн ғой, сразу бірге. Алаликтарға запуск речи жасаған кезде осылай аз жай ғана